Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге көрсеткелі отырған табиғи удобрение. Енді осы жұмыртқа қабығы, бұл жұмыртқа қабығын шикілей жұмыртқаны қоруға алған кезде, жұмыртқаның қабығы қалатын болса, тура солай шикілей күйінше алмаймыз. 10 минуттай суда қайнатып, қайнаған суда осындай жұмыртқаны обработанный күйде аламыз. Енді қараңыздар. Бұл жұмыртқаны әрі қарай қалай тазарту керек деген жандарға айтарым. Ішіндегі жұмыртқаның көрініп тұрғандай видеода мынандай пленкасы еш қажеті жоқ, яғни ешқандай пайдасы жоқ. Сол себепті жай бұл пленкаларды жұмыртқаларыңызды сындырып болсын, мынандай пленкасын алып тастау қажет. Бұл не үшін? Бұл ешқандай пайда бермейді. Және де осы ұнтақтау барысында осыны құмға ұнтақтап отырып удобрениемен топыраққа қосып жіберу керек. Біз осы ұнтақтау барысында ұнтақтауымызға да кедергі жасайды. Сол себепті полный осылай тазартып жұмыртқаны пленкасынан алып осындай бір ыдысқа салып қоямыз. Осылай жұмыртқаның қабығын көптеп үйлеріңізде гүл болса көптеп жинай беріңіздер. Керек кезінде балғамен болсын, лебі оқтаумен болсын, әбден ұнтақтап, кәдімгі құм болып кеткенше дейін ұнтақтап, универсальный топырақтарыңыздың арасына 3-тен 1 бөлшегі қылып қосуларыңызға болады. Бұл бір табиғи удобрение, яғни бұдан минералдар алады. Жұмыртқаның қабығынан білесіздер, жұмыртқа адамға да асылған жұмыртқа пайдалы. Сол себепті бұл қабығы да даже пайдаға асады. Гүлдеріңізге мини минералдар беретін, калий беретін, кальций беретін өте бір көптеген өзінің нелері бар, свойстволары, пайдалары бар. Осылайынан жұмыртқаларыңызды пленкасынан тазартып алып, барлығын толықтай кепкенше осындай бір ыдыста кептіріп тазартып қоюларыңызға болады. Бұл бірінші удобрение. Одан кейін біз қонақ шақырғанда, болмаса балаларымызға банан алған кезде бананның кожурасынан алып, бананның қабығын іші желінен қабығы қалады ғой, сол күйінше сол бананның қабығын бір күнде кептіріп қойып, одан кейін оны қайнатылған және қайнап болғаннан кейін суытылған қайнақ суды әбден салқындатып сыртқа шығарып, сол қайнақ суды айтайын дегенім, стороны қоя тұрайын. Жұмыртқаның темасы осымен жабық. Жұмыртқаны түсіндіңіздер деген ойдамын. Міне бананның қабығы, яғни бұл бананның қабығы осылай қайнатылған суға, хлорлы суға салмаймыз, қайнатылған суға осылайынан баклажканы кесіп қойғанмын, 1 литрлік Макси чайдың баклажкасын. Осылай қайнатылған, салқындатылған суды үстінен құйып, бірінші банан қабығын салып, үстінен құйып, бұл менде 2 апталық банановый су. Осы банан суын құйсаңыздар да өте минерал болады. Бұл қай уақытта? Яғни мынау бутон шығарып атқан уақытта, гүл шығарған уақытта, одан кейін өте бір жапырақтары көбейген уақытта минерал требовать ететін, бүкіл топырақтағы минералдардың бәрін өзіне алып алады да, гүл әрғалай өспей, жақсы дамымай, развивать етпей қалады. Сол кезде, бірақ бұны қалай құямыз деген жандарға, мысалы міне 1 литр суға, 1 литр болмайды, бір 800 миллилитр деймізші, сол кезде 800 миллилитрге 1 бананның қабығы кеткен. Мына жерде 1 бананның қабығы бар. Міне осындай іші осындай мөлтілдек, әбден бананның суы құрып сөйтіп тұрады. Уже көгерген плесін ары қарай тықпаймыз. Бұлай жасаймыз. 1 литр судың жарты литріне осыны құямыз, и жарты литріне тоже қайнақ су, суытылған жылы күйінше жарты литр үстінен су құямыз. Сонда 1 литр судың жартысына осы банан су кететін болса, жартысына кәдімгі қайнатылған, суытылған су құямыз. Сол консистенцияны 1 айда 1 рет подкормка жасап отыруға болады гүлдерге. Бұл қандай гүлдерге жарамайды десеңіздер, бұл орхидеяға жарамайды. Яғни бұндай подкормканы орхидеяға берудің қажеті жоқ. Олар шіріп кетеді. Себебі мынандай су өзі гниение процесіне жақын, бірақ минералы өте мықты. Одан кейін тағы бір подкормка сіздерге айтатыным.
ол картошканың қабығы. Яғни сіздер тамақ жасаған кезде үйде картошканың қабығы қалатын болса, сол картошканың қабығын тура осы банандыкіндей суға 2 апта замаштетіп қараңғы жерге қоясыздар. Бұл менде кәдімгі күн түспейтін, жарық түспейтін қараңғы бұрышта тұр. Осындай қараңғы бұрышқа 2 аптаға картошканың қабығын қойып қоясыздар. Сол 2 апталық картошканың қабығын тура солай жарты литр суда, жарты литр қайнақ үстінен таза су құйып, сондай консистенцияда гүлдеріңізді топырақтарыңыздың үстінен жайлап қоя берсеңіздер болады. Бұның барлығы көктемде және жазда және күзде, осы көктемде қажеті жоқ. Көктемнің аяғы, жаздың басы, күзде жасалатын подкормкалар. Бұлардың барлығы. Көктемнің аяғы дегеніміз уже міне апрель айы болды. Майдан бастап, міне апрельдің аяғы майдан бастап, сентябрь айына дейін, октябрь айына дейін жасалынатын подкормкалар. Одан бөлек сіздерге жұмыртқа, бірінші табиғи минерал беретін топыраққа, гүлге, одан кейін бананның қабығы қалай жасалуын айттым, одан кейін картошканың қабығы, ең соңғы 4-ші бізде күріш, яғни бобовый өнімдер. Оның ішіне горох кіреді, оның ішіне чечевица кіреді, оның ішіне күріш кіреді. Сондай дәнді дақылдардың үйде тамақ жасаған кезде суын жуамыз ғой, бірінші упаковкадан алып, біз оны жуамыз. Сол жуған кезде сол су, яғни қазір видеода қосымша видео қосып кетем, қысқаша ғана алынған видеоны. Сол суды кәдімгі бірінші, екінші жуылған азғантай ғана суын осындай ыдысқа құйып алып, салқын жерге сақтап қойсаңыздар болады. Ондай дүниеде подкормка жасауға болады, себебі өте жақсы минерал береді. Бұлай қарап тұрсаңыздар, үйдегі мелочь дүниелердің барлығын гүлдеріңіз жақсы өсу үшін әр суарған сайын, әр апта сайын осылай алмастырып тұрсаңыздар болады. Мысалы, айында 3 рет суаратын болсаңыз, 1 рет қарапайым қайнатылған су, 2 рет осылай подкормка беруге болады. Бірақ қатарынан беруге болмайды. Бірінші, мысалы, банановый кожураның сыртындағы сумен подкормка берсеңіз, екінші қарапайым сумен суаруыңыз керек. Үшінші, уже күріштің суымен деген сияқылды. Ал мынаның суын суармайсыздар, бұны кәдімгідей отырғызу процесінде топырақтың арасына ұнтақтап, құм болған кезде топырақтың арасына 3/1 бөлігін қосып жібересіздер. Каждый отырғызған топыраққа жаңадан осылай қосып отырсаңыздар болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар, және де кімде қандай табиғи способпен минерал беретін гүлдеріне тәсілдеріңіз бар, бөлісе отырыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.